Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір приложение, бір сайт көрсететін боламын. Ол приложениеден да сайттан да сіздер ешқандай ақша салмай ақша таба аласыздар. Көп ақша емес, бірақ 100% сіз ақша таба аласыз. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіз. Сол кезде сіздер барлығын түсінесіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазып қоюды да ұмытпаңыздар. Себебі білесіздер, бұл жерде әр күн сайын әртүрлі ақша табу жолдары шығады. Бір ақша табу жолдарынан көбірек табуға болады, бір ақша табу жолдарынан азырақ табуға болады, бірақ сіз 100% ақша таба аласыз. Одан бөлек білесіздер, бізде каналда апта сайын розыгрыш болады. 3000 теңге 3 адам комментарий жазып жүрген адамдар ұтып отыратын болады. Ал енді қараңыздар, бірінші ол приложение Get Like деп аталады. Бұл жерде біз әртүрлі заданиялар орындап ақша таба алатын боламыз. Қазір мен сіздер осы Play Marketке кіріп Get Like деп жазып скачать етіп аласыздар. Ал мен сіздерге приложениеға кіріп көрсететін боламын. Регистрация жасау қиын емес. Оп-оңай. Міне аккаунтыма кіретін болсақ, міне менде аккаунт тұр. Менде 0.30 рублей бар. Яғни 2-3 задание орындаған. Мысалы, мои задания деген жерге кіретін болсақ, бұл жерде біз задание бере аламыз, яғни задание создавать ете аламыз. Өзіміздің ВКонтактемізге, Инстаграмымызға адам жинайтын болсақ, осы жерден задание создавать етіп, ақша төлеп, басқа адамдарға задание орындата аламыз. Ал одан бөлек биржа задание деген жерге кіретін болсақ, біз өзіміз задание орындап ақша таба аламыз. Мысалы, қараңыздар, бұл жерде сіз Инстаграмда немесе ВКонтактені добавлять ете аласыз. Бұл приложениясында, ал сайтында Telegram басқа да нәрселерді добавлять етуге болады. Қазір көрсететін боламын. Мысалы, менде қазір көргендеріңіздей бір ВКонтактем добавлять етіліп тұр. Осы ВКонтактемен мен 3 задание орындағам. 3 задание орындап 0.30 рублей таптым. Одан бөлек Instagram добавлять етуге болады. Мысалы, добавить аккаунт деген басасыз. Ешқандай қиындықсыз добавлять ете аласыз. Одан кейін өздеріңіз көргендей бұл жерде 29 задания тұр, 23 задания тұр, 6 задания тұр. Рецензия деген ол комментарий жазу, оценка деген ол лайк басу, друзья деген друзьяға қабылдау. Мысалы, қазір кез келген бір заданияға кіресіз, ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, басасыз, задание ашылады, одан кейін сол адамға подписка береміз. Мысалы, бұл қазір жоқ екен. Міне дәл қазір менде задание ашылды. Осы жерге подписка деген басасыз, одан кейін выполнено деген басасыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін сізге 1-2 минут ішінде сразу заданияның ақшасы келіп түседі. Немесе бұл заданияны орындағыңыз келмесе пропустить дейсіз, басқа задания шығады. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан бөлек балансқа кіретін болсаңыздар, қазір сіздерде міне орындаған заданияларын сұрады. Көргендеріңіздей мен 3 задания орындағам. 3 заданиядан 0.30 рублей тапқанмын. Ол өте аз, бірақ задания орындауға бұл жерде өте аз уақыт кетеді. Ал енді ақша шығару үшін не істеу керек? Ақша шығару үшін өкінішке орай сайттарына кіруіміз керек. Яғни сайттардан ақша шығарамыз, сайтына кіріп ақшамызды шығарып аламыз. Одан бөлек сайтында биржа задание деген жерге кіретін болса, өздеріңіз көргендей, бұл жерде Telegram, TikTok, Instagram, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники бар. Ал приложениесінде әзірге тек қана ВКонтакте мен Instagram ғана бар, бірақ болашақта барлығын қосады деп ойлаймын. Ал енді сіздер қалай ақша шығарасыздар? Пополнить и вывести деген басасыздар. Одан кейін міне вывод деген басасыз. Міне көргендеріңіздей осы жерге қанша шығарасыз, соны жазасыз. Минимальный сумма шығаруға болатын 100 рублей. Кивиға 6% комиссия бар, Payeerге 5% комиссия бар. Өзіңіз қалаған жерге шығарып ала аласыз. Бұл жерден 100% ақша келіп түседі. Өздеріңіз көргендей ақша автомат түрде 2 күн ішінде келіп түседі. Если балансыңызда 100 рубльға жетпейтін болса, ақша обратно сізге қайтады деп тұр. Ал енді екіншісі бұл CoinPay деп аталады. Бұл жерге де регистрация жасау вообще қиын емес. Бұл жерде де біз әртүрлі заданиялар орындағанымыз үшін ақша табамыз. Бұл жерде бірақ ақша рубльмен емес, сатошимен табамыз. Яғни біз биткоиннің тиындарымен таба аламыз. Қазір қалай шығаруға болады, қалай ақша табуға болады, барлығын сіздерге көрсетемін. Бұл жерде менде баланс жоқ, әлі ешқандай задание орындамағам. Мысалы, кіресіздер, view ads, offers, faucet, мысалы осы жердегілердің, мысалы views adқа кіретін болсақ, бұл жерде біз көргеніміз үшін ақша төлейді бізге. Мысалы, басамыз. Міне осы жерге кіріп 60 секунд тұратын болсақ, бізге 10 сатоши береді, 45 секунд тұрса 10 сатоши береді, 9-да 8 сатоши. Дәл осы рекламный роликтарды көргеніміз үшін бізге сатоши төлейді. Бұл біріншісінде, бұл екіншісінде тоже сондай, window ads деп тұр. Яғни бұл жерде де реклама көргеніміз үшін, offers деген жерде біз заданиялар орындағанымыз үшін ақша төлейді. Мысалы, бұл жерде ағылшынша сәл түсініксіздеу, бірақ осы жерлерден кіресіздер. Міне бізге не істеу керек екенін жазған. Бұл жерде өздеріңіз көргендей 101 сатоши, 101 сатоши, 111 сатоши алуға болады. Ойнауға да болады, ойын ойнап та табуға болады. Мысалы, осы ойынды ойнағанымыз үшін бізге 1220 сатоши береді екен. Бұл жерде осы ойын тарту керек, одан кейін қандай да бір уровеньге жетуіміз керек.
Ал енді бұл жерде минимальный сумма шығаруға болатын қанша? Қазір көрсетемін. Дэшбордқа кіресіздер. Мысалы, withdraw деген басамыз. Мына биткоин, менде қазір биткоин ғана тіркеулі тұр. Сіздер өздеріңіз қалаған монеталарыңызды немесе Payeer кошелектеріңізді тіркей аласыздар. Мысалы, қараңыздар, өте көп монеталар бар. Мысалы, Payeerге шығарғыңыз келсе Payeer басасыз и осы жерге Payeer адресіңізді жазасыз. USD. Яғни Payeerдің просто адресін жазсаңыздар болды, ешқандай монетаны жазудың қажеті жоқ. Минимальный сумма 2000 сатоши. Ал биткоинға 11000 сатоши. Dogecoinға 11000 сатоши, басқа монеталардың барлығында қателеспесем 11000 емес, эфириумға ең көбейе екен 30000 сатоши. Әр монетаға әртүрлі минимальный суммасы бар. Мысалы, көргендеріңіз Litecoinға 2000 сатоши. Дәл осылай сіздер ешқандай қиындықсыз ақша табуға болады. Бұл жерде бірақ жаңа айтқандай көбірек тапқыңыз келсе, сіз оффер орындауыңыз керек. Яғни ойын ойнап бір левелдарға жетуіңіз керек. Ол оңай емес. Мысалы, бір ойынға кіресіз, скачать етіп аласыз и сол ойында сіз қандай да бір уровеньге жетуіңіз керек. Жеткен кезде сізге осы приложениядан автомат түрде, осы сайттан автомат түрде сол монета түседі. Мысалы, қараңыздар, бұл жерде 23000, 406000 монета. Бұл жерде бірақ опростардан өту невозможно. Опрос баяғыда орындап көрген, бірақ опростар өте қиын өту. Барлығы осы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.